Баршаңызға сәлем. Бүгін карамельді өте қою, балдай татыған балдай джем алмалы повидло дайындаймыз. Өте тез, жылдам, тәтті, қою, балдай алмалы джем. Ол джем қыста сақтағанға варенье ретінде, джем повидло ретінде, немесе выпечкалардың начинкасына, блинчиктардың оладьидің үстіне қойып беруге болады. Шаймен асықпай шай ішкенге, қыста сақтап қойғанға варенье ретінде, яғни мына көріп тұрсыз видеодағыдай өте қою және липкий дейді орысша. Липкий болып дайындалатын джем түрі. Бұл үшін 6 килограмм алма, яғни тураймыз. Қабығымен турадым мен, себебі қабығында барлық витамин бар. Қабығын еш алмаймыз. Енді өз қалауларыңыз бойынша әркім біреу қабығымен жақсы көреді, біреу қабықсыз. Мен қабығын алмадым, себебі витамин қабығында. Мұны жақсылап тұрып мясорубкадан өткіземіз. Сонда егер майда қылам десеңіздер, через сито немесе блендер арқылы өткізсеңіздер болады, сонда майда болады. Ал менің балаларым осындай түрін кусочки дейді орысша, кусочки қылып осындай түрін жақсы көреді. Мұны су өз-өзімен ағып жатыр, яғни сок алманың. Үстіне 3 килограмм қант қосамыз. Яғни 6 килограммға 3 килограмм. Яғни 1 килограмм алма болса, сіз жарты килограмм қант аласыз. 3 килограмм қантқа 300 мл су. Яғни 1 килограмм қантқа 100 мл су. Жақсылап араластырып аламыз. 1 сағатқа қойып қоямыз. Себебі қант еру керек, соғы шыққанша. Соғы шығып, қант еріп болғаннан кейін 20-25 минутқа газға астын жай басып қойып қоямыз. Қайнатып, жақсылап қайнатып алғаннан кейін, суығаннан кейін банкіге салып қысқа сақтауға болады. Дастарханға қойып, астарыңыз дәмді болсын. Яғни байқағаныңыздай өте липкий дейді орысша, жабысқақ болып, балдай татыған балдай повидло джем пайда болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, себебі алда ерекше рецепттер күтілуде. Менің каналымда ерекше рецепттер мен ерекше оформлениясы бар рецепттер күтілуде. Сау болыңыздар. Вау, как вкусно! Каналыма тіркеліп, келесі рецепттерге көшейік.